The whole premise of mind power is that Ақыл ойдың күші дегеніміз не дейтін болсақ, оны былай түсіндіруге болады. Біз бәріміз өзара байланыстамыз. Яғни субатомдық деңгейде, кванттық деңгейде барлығы вибрациялық энергиядан тұрады. Біздің ойымыз да вибрациялық энергиядан тұрады. Сондықтан біз өз ойымыз арқылы шынайы болмыстың энергетикалық желісіне ықпал ете аламыз. Осылайша сен өз ойың арқылы ішіңдегі образдарға сәйкес келетін адамдарды, жағдайларды, оқиғаларды, үйлесімділікті саналы түрде өзіңе тартасың. Яғни бұл қайталана берсе, мынандай нәтиже шығады. Қайта қайталанған кез келген ой, кез келген образ түп санаға өзінің ізін қалдырады. Міне, ең қызық осы жерде басталады. Әрі қарай түп сана саған жұмыс істей бастайды. Бұл жай ғана айтылған сөз емес. Мұның бәрі ғылымға негізделген. Себебі біз ешқашан бұл ғылымды түсінбегенбіз. Біз өмірді өз-өзінен кездейсоқ жүріп жатыр. Біздің басымызда жақсы өзгерістерде, жаман өзгерістерде өздігінен болады. Біреуге мүмкіндіктер беріледі, ал біреуге ондай мүмкіндіктер берілмейді деп ойлаймыз. Бірақ бұл мүлдем олай емес. Өмірде, ғаламда әрқашан сенің энергияңа, вибрацияңа қарай жүреді. Ал сенің энергияң мен вибрацияңды тудыратын ол сенің ойың мен сенімің. Осылайша барлық нәрселер өзара бір-бірімен әрекеттеседі. Міне, бәрі осындай таңғаларлық нәрселер. Мұны ешкім де білмейді. Бұл туралы ешкім ойламады да. Ал егер сен мұны білген болсаң, мүмкін оны тек концептуалды түрде ғана түсінетін шығарсың, бірақ онымен қалай жұмыс істеу керек екенін білмейсің. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.